Саламатсыздарма көрөрмендер, нөмірі 5-ші бейнебаян сабағы. Сабақтың мақсаты релемен танысу және іш құрылысын көру. Өздеріңіз алдыларыңызда көріп отқан реленің сызбасы. Бізде реледе 5 аяқ және де 4 аяқтылар бар. Көп түрі кездеседі. Ал егерде осы релені талдайтын болсақ, бізде 30-ші аяқ 85, 86, 87А және 87 деген аяқтар бар. 30-ші аяқ бізде бастапқы тоқ, яғни питаниясы болып есептеледі. Оған әрқашан 10 тоқ плюс тоқ келеді. 85 пен 86 бізде басқарушы тоқ, яғни управляющий тоқтарға жатады. 87А және 87 бізде потреблять ететін заттар, мысалы ол автокөліктің фары, сигналы, мысалы тағы туманкысы, пайдаланушылар болып есептеледі. Ары қарай іш құрылысын көретін болсақ, реледе бізде 30-ші аяқ және 87-ші аяқ. Бізде мына аяқтар, яғни питание, бастапқы тоқ және шығушы тоқ болып есептеледі. 85 пен 86 бізде обмотка орамымен оралған. Яғни 85 пен 86 қысқа тұйықталу кезінде біздегі мостымыз түсіп, 30-дан 87-ге қарай тоқ өтеді. Сол жағдайда бізде автокөлікте қолданылушылар істейді. Ал біз реленің көптеген түрлері бар. Мысалы, мына релені алатын болсақ, бізде міне қалың аяқтары 30 бен 87 болып есептеледі. Ал кішкентай аяқтары бізде 85 бен 86 болып есептеледі. Ал іш құрылысын көретін болсақ, мен айтқан обмотка, яғни міне обмотка. Оның бір ұшы 86-ға, екінші ұшы 85-ге жалғанған. Осы обмотка қысқа тұйықталу кезінде бізде реле істейді. Сол кезде бізде 30-дан 87-ге ары қарай пайдаланушыларға тоқ өтеді. Келесі сабақта автокөліктің туманкаларын және пайдаланушыларын немесе қосымша реле қоюды, тағы да қосымша вентилятор қоюды біз үйренеміз. Назар салғандарыңызға рахмет.